Қазіргі мұсылман жігіттер мен қыздар үйленбей тұрып көп сөйлесіп, көп жолығады. Сол дұрыс па? Көп сөйлесу, көп жолығып болмайды, айналайын, бар ғой. Мынау жаңағы көрсең көріктісін ал, көрмесең тектісін ал дейді ғой. Қызды пайғамбар алейхиссалам айтты, жігітті де айтты. Пайғамбар алейхиссалам айтты, тункахумар али арба деді. Жігіт қызға үйленгенде 4 нәрсесі үшін үйленеді деді. Байлығы, мансабы, кейінесі сұлулығы, кейінесі тегі имандылығы. Имандылығына қарап ал деді. Біреу жаңағы бай қызға үйленіп әйелге, Света деген бай әйелге үйленіпті да. Сөйтсе соның фамилиясы өтіп кетіпті ғой. Адамдар келсе айтады, Светаның байы келді, Светаның байы кетті. Өзі анау артынан көлеңкесінде қалып кеткен ғой. Құрысын осы деп Светаны талақ қылса, адамдар айтады дейді, Светаның бірінші байы келді, Светаның бірінші байы кетті дейді. Сондықтан құрметті бауырларым, иманды қызды білдің ба, ата-анасы жақсы ма, шешесін көріп не дейді? Қызын ал дейді. Әкесін көріп қызын бер. Ғалымдар айтады, жаңағы қызды берген кезде Құдайдан қорқатын адамға беру керек. Мұхлиске беру керек. Жеке қалғанда Құдайдан қорқатын адамға беру керек. Өйткені сен қызыңды бердің, ол жеке қалады жаңағы. Сен көзіңнің қарашығын, жүрегіңнің жемісін оған бердің сен жаңағы. Қызды да сол жаңағы Құдайдан қорққанын алу керек. Оны бір көріп таныстың ба, сыртынан сұрап алсаң болады. Қайта-қайта не қыласың оның бәрін сұрай беріп. Ал енді жігітті қыздың көруі қиын емес ол. Жігіт деген тығылып жүрмейді ол. Сыртқа қарасаң ол көшеде жүреді. Оның жаңағы ата тегі қалай, басқасы қарай, оның мінезі қалай. Ал қыздарымды сұрап келсе, жігітті екі нәрсесіне қараңдар деген. Оның дініне қараңдар, оның мінезіне қараңдар деген. Мінезі жақсы адам бостан босқа қатынын ұрып соқпайды, айналайын. Мына қыздар, жақсы оқыған қыздар, жақсы оқыған жігіттерге мына өздері мақсаты бір не болса, жақсы болады жала. Жолы бір. Мына құда болғанда да айтамын, имамдар бір-бірімен құда болса, ол да жақсы жаңағы. Көп сөйлесіп, жолығу ол жақсылыққа апармайды. Ол құда түскен деген нәрсе, сырға салып құда түсу, хитаба дейді ғой. Хитаба деген нәрсе, ол рұқсат берілді деген нәрсе емес ол жаңағы. Ол өзінің бір жаңағы ұсынысын, қалауын не қылды деген нәрсе жаңағы. Оны көп сөйлескеннен ары қарай пайғамбар алейхиссалам айтты ғой жаңағы. Бір қыз бар, бір жігіт қалса, үшінші шайтан болады деді. Қыз тақуа болсашы деген еді, пайғамбар алейхиссалам деді, Алимұранның қызы Мариям болса да деді. Қайсы қыз айта алады мен жаңағы? Ал пайғамбар алейхиссаламның тура пайғамбар алейхиссаламның пайғамбарлардың жүрегінде иблис болмайды, шайтан несібесі. Пайғамбарларды ешқашан иблис адастыра алмайды. Ол бір қызбенен, бір әйелмен, бір пайғамбар қалып кетсе де, ол пайғамбарды жолдан ұра алмайды оны. Ол пайғамбарлардың бәрі бірдей жаңағы. Имамымыз оқыды ғой, аман расулу бима унзила илайхи мин раббихи вал муъминун куллун амана биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва расулихи ла нуфарриқу байна ахадин мин русулихи. Пайғамбарлардың араларын алаламаймыз дедік. Өте үлкен сондай сынға түспеген пайғамбар кім еді? Юсуф пайғамбар. Зулайха қандай васваса қылды, оны алып кете алма. Юсуфтың орнында қайсы пайғамбар болса да сол Юсуфтың істеген істер еді жаңағы. Муса, Закария, Яхия пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам болса да. Олардың жүрегінде не жоқ? Шайтанның несібесі жоқ. Ал енді пайғамбарлардан кейін ұлы сахабалар, осы таза сахабалар, сахабаяттар, осылардың өзіне айтты ғой Аллаху субхану ва таала мин вараил хижаба, неден ары қарай не қылыңдар жаңағы. Сөйлесіңдер деп тұр ғой жаңағы. Пайғамбардың әйелдеріне айтты жаңағы, сөздеріңді не қылмаңдар жаңағы. Мәләйімсіз сөйлемеңдер. Ананың ішінде тәмесі болса, есек тәмесі болып қалса не болады? Сондай ұлы заттарға
жүрегі тазаларға оның жеке қалмауын айтып жатқан екен, құрметті бауырларым, біз не? Олардың тырнағында да тұрмаймыз ғой. Біз жамандықтан ұзақ болуымыз керек.